Қайырлы күн қымбатты көрермендер, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін біздің студиямыздың кезекті қонағы мектебіміздің кітапхана меңгерушісі Назира Аязхан қыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Құрметті көрермендер, бүгін біздің өздеріңіз байқап отырғандай сұхбатымыз осы кітап жайлы болмақ. Абай атамыздың сөзіндей артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге дейді. Назира апай, жалпы мектебіміздегі кітап қоры жайлы, оның ішіндегі әдеби кітаптар жайлы бізге айтып берсеңіз. Біздің мектебімізде 56 мыңға жуық кітап қоры бар. Оның ішінде 1000-ға жуық қазір көркем әдебиет қоры болып отыр. Көркем әдебиет қорымыздың ішінде бір 850-ге жуығы қазақ тіліндегі әдебиеттер. 150-дей данасы орыс тіліндегі әдебиеттер. Өйткені қазіргі кезде барлық шет елдің жаңағы өте жақсы жазушыларының шығармалары қазақ тіліне аударылып келіп жатыр. Демек, сұранысқа ие. Жақсы. Енді осы өздеріңіздің жоспарыңызға сәйкес қандай жобалар қазір қолға алынып жұмыс жүргізіп жатсыздар? Мектеп кітапханасында жүргізіліп жатқан жұмыстарды айтатын болсақ, ең бастысы қазір оқуға құштар мектеп, буккроссинг, біз оқитын 100 кітап, коворкинг, және де сол сияқты жобалар көп. Жақсы. Енді осы оқуға құштар мектеп жобасы неліктен қолға алынып отыр? Оқуға құштар мектеп жобасы жаңа халықаралық сарапшылардың айтуынша, зерттеулер бойынша, жаңағы бүкіл елімізде 16 жастан 55 жасқа дейінгі азаматтардың оқу деңгейі орташадан төмен болған екен. Сондықтан да жаңағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлтымыздың оқуға құштарлығын арттыру үшін тиісті шараларды қолға алуды тапсырған. Сондықтан да 2020-2025 жылды қамтитын оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы қолға алынды. Жалпы қазіргі сонда оқырмандардың деңгейі қандай? Ол кітап оқуға деген қызығушылықтар төмен болып тұр ма сонда? Біздің мектебімізде оқушыларымыз сізге қаншалықты келеді? Кітапханаға келіп кітап оқып, мұғалімдеріміз? Кішкене толықтырып айта кетейін. Оқуға құштар мектеп жобасы қолға алынғалы 2021-2022 оқу жылдарында кітапханамызға қазақ тіліне аударылған шетел шығармалары және де өзіміздің Қазақстан ақын жазушыларының шығармалары бір 150-ден астам көркем әдебиет алдық. Ал 2022-2023 оқу жылында біз 300-ден аса көркем әдебиет алып отырмыз. Осы кейінгі кезде, осы 2 жыл көлемінде біздің мектебіміздің оқушыларының, мұғалімдерінің кітап оқу деңгейлері өте жақсы артып келеді. Кітапханада кітап оқуға қолайлы жағдай жасалған ғой? Кітапханамызда кітап оқуға қолайлы жағдай жасалған. Көркем әдебиеттердің бәрі ашық кітапхана қорында тұр. Және де оқу залында компьютерлерге барлық көркем әдебиеттер енгізіліп қойған. Оқушылар келіп, электронды түрлері. Оқушылар келіп, компьютерді қосып, сол электронды кітапты ашып, сол жерден оқу беруге де болады. Жалпы кез келген кітапты да оқуға болмайды дейді. Өзіңнің мынау бойыңдағы сұрақтарға жауап беретін сондай кітаптарды оқыған абзал дейді. Одан кейін ең жақсы кітап осы оқушыларды үйреткен кітап дейді. Біздің оқушыларымыз қандай кітаптарға қазір мысалы сұраныс болып, қай кітаптарды оқып жатыр? Қандай шығармаларды? Қалалық білім басқармасы көркем әдебиеттерді таңдағанда тек қана кез келген әдебиетті таңдаған жоқ, олар да тексеріліп, барлық сараптамадан өткізіліп, 6 жастан 11 жасқа, 11 жастан 16 жасқа, 16 жастан жоғары кітаптың жаңағы мазмұнына қарай бөліп, жас ерекшеліктеріне қарай бөліп, осы кітаптарды таңдап бізге беріп отыр. Мектеп программасына осы кітаптар сай келеді деп. Енді өзіңіз мынау таныстырып өтсеңіз, мынау кітаптарды әкелген екенсіз ғой.
біздің балдарымыздың қазір оқып жатқан кітаптар қандай кітаптар оқып жатыр? Кімдердің қазіргі кезде мектеп кітапханасына кішкентайлар да өте көп келіп жатыр. Өйткені көптеген кішкентайларға арналған көркем суреттелген, безендірілген қызықты шетел шығармалары, қазақ тіліне аударылған шетел шығармалары бар. Сүйкімді қыз бен сиқыршы шал дейді, Хайди, ағайынды Гриммдер ертегілері, және Ганс Кристиан Андерсеннің өздеріңіз білесіздер, міне ертегілері қандай керемет безендірілген. Әрине, мен барлық фондты бұл жерге көтеріп келе алмаймын, сондықтан да қазіргі кезде өте жаңағы көп оқылымға шығып жатқан кітаптар көп. Қазақ ертегілері, жаңағы қазақ Алдар Көсе, Шықбермен Шығайбай, өте көп, менде айта берсем. Жалпы өткенде мен де таныс болғам, өзіңіздің парақшаңызда осы жаңа келген кітаптарды оқушыларға таныстыру барысында жүргізілген жұмыстарыңызды көрген болатын. Ал енді біздің осы әріптестеріміздің, мұғалімдердің кітапқа оқуға деген қызығушылығы қандай екен? Ол кісілер келіп сізден кітап алады ма? Өте көп келіп жатыр. Өйткені қазіргі кезде шетелдің таңдаулы үздік жазушыларының, айтып отырмын ғой, тек қана көркем әдебиеті емес, жаңағы табысқа жетудің жаңа психологиясы, көп мотивация беретін кітаптар біздің кітапханамызға келіп түсті. Ондай кітаптар біздің Қазақстанда болмаған ба білмеймін о жағын, бірақ қазіргі 2 жылдың ішінде міне өте керемет кітаптар алып отырмыз. Ойлау, табысқа жетудің жаңа психологиясы, әлеуметімізді қалай пайдаға асырамыз, бала тәрбиесі, бизнес, мектеп, қарым-қатынас дейді. Барлығы осы жерде қамтылған. 2 миллионнан астамы сатылған екен. Және дегі бойындағы алыпты оят дейді. Міне қараңдаршы, менталдық, эмоциялық, физикалық және қаржылық тағдырды басқару дейді. Пікірталас өнері, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда дебат қолға алынып жатыр. Пікірталас сайыстары өте көп өтіп жатыр. Міне оқушыларға, мұғалімдерге, барлық жаңағы іскер адамдардың өзіне міне пікірталас өнері, қателесіп тұрсаңыз да жеңіске жетесіз. Әркімнің өз пікірін көпшілік алдында айтуға үйрететін, керемет кітап. Айтуға ашық өз ойын жаңа жеткізе алатын керемет осындай мотивация беретін кітаптар. Мына жерде де көптеген тағы да туындылар тұр. Сайын Мұратбековтің кітабы бар екен. Шұғаның белгісі, Бейімбет Майлиннің. Мыналардың барлығы жаңартылған дизайнда қайта шығарылған дүние. Жаңартылған дизайнда қазіргі қазақ жазушыларының кітаптары шығып жатыр. Көптен бері жаңа дизайнда, жаңа басылымда көптеген кітаптар шықпай қалған. Осы жаңа кітаптарыңыздың ішінен енді қандай кітаптарды біздің әріптестерімізге оқуға кеңес беретін едіңіз? Мектеп мұғалімдеріне қазіргі жаңағы программа бойынша Міржақып Дулатұлы, Бақытсыз Жамал, мына Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі, Сайын Мұратбековтың Жусан иісі өте керемет. Сәкен Сайфуллин Сырсандық, міне өлеңдер жинағы, және де Мұхтар Мағауиннің Қобыз сарыны, енді айта берсек әрине көп. Жаңағы біз жаңағы жақсылық көрсем өзімнен Сұлтанмахмұт Торайғыровтың міне айта берсем әрине көп. Біздің кітапханаға келіп жатқанда біз олардың барлық сұранысын, қызығушылығын жаңағы әңгімелесіп, олармен біліп, солардың жаңағы сұранысын орындауға біз тырысамыз. Жалпы енді кітап өзінің ақылына ақы сұрамайтын қазына дейді. Осы әрине әріптестерімізді, барлық оқушыларымызды кітап оқуға шақырамыз. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында көптеген қазір жұмыстар жүргізілуде. Сізге мынау бүгінгі уақытыңызды бөліп келіп, осындай сұхбат жасағаныңызға алғысымызды айтамыз. Енді жаңағы өзіңіз айтып жатқан оқушыларымызды, көптеген оқушыларымыз келіп кітап оқып жатыр дейсіз. Сол оқушыларымызды шақырып, осы студияда өздерінің оқыған кітаптарының бізде мен оқыған бір кітап жобасы бар, сол жоба аясында келіп, осында келіп өзінің оқыған кітап жайлы түсіндіріп берсе, айтып берсе,
одан да басқа оқырмандардың қызығушылығын Өте ояту үшін. керемет бастама, өте өйткені балалар өзі ашылып, өз ойларын, өздерін көрсете білетін келешекте азамат болып шығады деп ойлаймын. Мен оқыған бір кітап, бір ғажайып әлем, 20 минут кітап оқимыз. Бізде өте ондай жобалар бар, көп. Жақсы, ендеше осы мәдениеттің мәйегі кітап деп жатамыз. Барлықтарыңызды, құрметті көрермендер, кітап оқуға шақырамыз. Ендеше бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық. Бүгінгі біздің қонағымыз мектебіміздің кітапхана меңгерушісі Назира Аязханқызы болатын. Сіздермен қоштасамыз. Сау, саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.